Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы программалау жүйесі. Бүгінгі сабақта үйренеміз программалау тілдері және программалау жүйесі ұғымдарын ерекшелеуді. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, компьютер ғана түсінетін машиналық код компьютерге ыңғайлы жасалатынын біз білеміз. Компьютер мен пайдаланушының бір-бірін жақсы түсінуі үшін программалау жүйелері құрылады. Программалау жүйесі компьютердегі есептерді программалауды автоматтандыруға арналған программалар кешені болып табылады. Программалау жүйесі пайда бола бастағаннан бастап, ыңғайсыз, төмен деңгейлі машиналық командалар аз қолданыла бастады. Программалау жүйелерінің құрамына кіреді компилятор немесе интерпретатор, мәтіндік программаларды құру және редакциялау, өңдеудің кіріктірілген ортасы, стандартты программалардың кеңейтілген кітапханасы, қателерді іздеу мен болдырмауға арналған реттеуші программалар, пайдаланушы мен достық қатынастағы диалогтық орта, жұмыстың көп терезелі режимі, қуатты графикалық кітапханасы жататын. Программалау жүйесінде бірнеше программалық қамтамалар бар. Олар мәтіндік редактор edit, мәтінді редакциялайды және редакциялауды жүзеге асырады. Екінші, программаны жүктеуші load. Дикторинадан программаның қажетті мәтіндік файлын таңдауға мүмкіндік береді. Үшінші, программаны орындаушы run. Программаны іске қосуға мүмкіндік тудырады. Төртінші, реттеуші debug. Программаны реттеуші және тестілеуші қызметін орындайды. Компилятор синтаксистік семантикалық қателермен бірге компиляциялауға немесе интерпретациялауға арналады. Файлдардың диспетчері файлдарды сақтау, іздеу, жою және тағы да басқа әрекеттерді орындайды. Кең тараған программалау жүйелеріне енетін программалау тілдері Turbo Basic, Turbo Pascal, Quick Basic тілдер жатады. Ең көп тараған танымал программалық жүйелерге Borland Delphi жатады. Borland Delphi компиляторының жиынтығы қолданылатын программалаудың кез келген есептерін тез әрі тиімді түрде шешуге мүмкіндік береді. Borland C++. Визуалды құралдарды пайдалану арқылы Windows программаларын құруға арналған ыңғайлы да танымал құрал болып табылады. Visual Basic Windows қолданбаларды құруға арналған танымал құралдардың бірі болып табылады. Тапсырма: сұрақтарға дәптерге жазбаша жауап беріңіз. Программалау жүйесі деген не? Программалау жүйелерінің құрамы? Қандай программалау жүйелерін білесің? Оқушылар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.